Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін сіздерге өте ерекше тағаммен бөліскім келіп отыр. Бұл тағамды итальянша болонезе деп атайды, ал мен сіздерге бүгін қазақша рецептін ұсынатын боламын. Ең алдымен газда спагеттимізді қайнату үшін су қойып аламыз. Енді бізге қажетті заттар бұл сақталған сиыр еті. Одан кейін бір үлкен сәбіз және де бір үлкен пияз. Пияз бен сәбізді видеодағыдай ұсақтап тураймыз. Егер сіздерге қатты майда ұнайтын болса, бұдан да майда қылып, яғни бұдан да ұсақ қылып турасаңыздар болады. Міне мен пиязды, сәбізді турап алдым. Суымыз да қайнап қалды. Осы уақытта кішкене бір шай қасық тұз қосып жіберіп, спагеттимізді салып қайнатып аламыз. Спагетти піскеннен соң салқын суға малып, артынан осылай кішкене ғана пістемай қосып араластырып жібереміз. Сол кезде спагеттиларыңыз жабыспайтын болады. Табамызға пістемайымызды құйып, жақсылап қызғаннан кейін тартылған сиыр етін салып, қуырып бастаймыз. Тартылған сиыр етін жақсылап 3-4 минутқа дейін қуырамыз. Міне қуырып алдық. Енді әрі қарай пиязымызды қосатын боламыз. Бұны да жақсылап 3-4 минут қуырамыз. Сәбізімізді қосып жақсылап араластырамыз. Барлығы қуырылып жатқан осы уақытта тұз және де басқа да дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Мен видеода тұз, паприка, кориандр және де кішкене қара бұрыш қостым. Сонымен қатар базилик қосатын болсаңыздар, ол тартылған етке ерекше өзінің дәмін беретін болады. Сондықтан мен базилик қостым. Міне осылай 5-7 минутқа дейін жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан соң томат пастасын қосатын боламыз. Яғни өте әдемі болып қызарып, жақсы дәм беру үшін. Әрі қарай үстінен керегінше су құямыз. Көз мөлшерлеп қоссаңыздар да болады. Егер сіздерге қатты сулы ұнамаса, су кішкене ғана қоссаңыздар болады. Бетін жауып, астын отты жай қойып, 7-10 минутқа қалдырамыз. Міне бүгінгі болонезе тағамымыз дайын болды. Ас болсын.